Өткенде біреу айтады, махыр деп бір қыз менімен спорласып, бұл махыр деген дейді, маған түсіндіріп жатыр. Бұл ажырасып кетсем, мен тамағым болуым керек деген кітапты оқып алған ғой. Мен айтым, сен бірінші тиіп аш дедім. Сен ажырасуды ойлама өзі. Сен қалай күйеуге сүйсем екен дегенді ойла. Сен жақсылық ойламайсың ба? Не бір еркектің етегін ұстап, сонымен мәңгі бақытты болайын деудің орнына мен ажырассам деген не сөз, не ақымақ сөз ол? Жақсыз, мына пейіліңе қарай болады сенің. Қазір махыр алып алып ажырасып кеткендер бар. Неге? Өйткені пейілің дұрыс емес сенің. Пайғамбарымыз салсам айтады, мән ахаза амуала нас, кімде-кім адамдардан ақша алса дейді қарызға. Ниеті құтылу болса, Құдай бұған жәрдем беріп қарызын жабады ол дейді, кредитін. Егер кімде-кім алып алса арам ниетпен, берсе берермін, бермесе бір нәрсесі болар, қашып баратқан жоқпын деп, сондай бір арам ниетпен алса дейді, Құдай ол ниетіне сай оны қарыздан қарызға тығып жібереді ол. Өйткені ниет, қазір көп адам айтады, қарызын жаба алмай жатырмын дейді. Әуел басын ойласын, неден алдың сен? Қалай ниетпен алдың сен? Қара ниетпен алсаң, өмір бойы сола кетесің. Сондықтан қарыз алма деген сөз емес, шын ниетпен ал. Мұқтаждығыңды айтып ал. Тура сол сияқты қыз бала күйеуге шыққанда, менің махырым, пайғамбарымыз айтады, махырдың ең жақсысы дейді, аз болғаны дейді. Спорласып, маған осынша бер деген сөз, ең патолог махыр өткенде біреу самолет сұрады бір қыз. Төркінге қашқан оңай екен ғой самолеттен. Сол өзінің самолет ұрып, не керегі бар оны? Әй, сен самолет алып, бақытың ашылмаса, машина, квартира алып, бақытың алмаса, біреудің соры болсаң, қашанғы бақыт болмақсың сол нәрсемен. Сондықтан аналарымыз тіпті ештеңе алмай-ақ, мен ризамын, мені ұрма, мені соқпа, менің әке-шешемді боқтама, мен саған адал жар боламын деп келген қыздан артық қандай махыр керек? Дұрыс.